Assalamu alaikum. Bugün kayra eski ormanға кетіп тұтам. Бияқтан кетіп жақпады бұл жақ. Шардың центрі. Не ондай карточкамен ашып кіріп қалдық бұйырса. Ей, приз. Elhamdülillah. Жалғыз қатықсың? Так, бұяқта төртеу бар екен. Мен жалғыз қатқан бұяқта бұйырса. Elhamdülillah. Телевизор. Душ туалет. Душ туалет. Жақсы күнді іштеші еткен бұлар. Душ туалет. Телевизор. Телевизор болды. Күзгі. Осындай жаңа комната. Eski komutanda etine тұрады. Мұяқтан кірес, кіргенделе комната басқа. Бұл жақ балкон. Төртінші этажға көтеріліп тұрыш керек, бірақ бір жеті жақшы. Терек жеттің бары көрініп тұрады екен. Өзімдің балконым жеке. Пока что бұл комнатаныкен жалғыз қалып отам. Телевизор. Көрбейсіздер, телевизор көрбейінділі. Күзгісі мұндай чам. Баса. Мұндай электрический пульт. İşteyik. Бұл жақ негізі 4 кішіліге екен. 4 кішіге кроват қойып өтір. Бірақ пока что 2 өжішейді. Бұл жақ болса душ туалет. Мұндай. Бұл жақ болса күзгі мұндай шам. Бұл жақ балдан шкафы. Бұл жақта да мұндай. Бұл жақ болса менің шкафым. Кеше көшіп келген. Бүгін жайлаштым бұйырса. Бұл жақ үймелер. Ошол эми жакшы буйрса шүгүр. Бүгүн тынчыктадым, жакшыртадым. Буга чейин тияка көчкөндөн бери канчалагандар ыйлактап жүрүштү эле. Кетебиз деп улам күн сайын эле барып, ажыл кадырга барып даттанышып эле. Мага жакшы. Кудайым буйруп калыптыр. Бир 3-чү күнү кеттим. 3-чү күнү барсам эле 5 күндөн кийин биякта комната бошойт. 5 күндөн кийин кел деди. Кечиндеси кайра жумушка келсем эле шефтерим айтып калыптыр, сен эртең кийим кечектериңди жүктөнүп алып келе бер, сага комната даярдап койдук деп. Канчалагандар дагы деле келе албай жүрүшөт. Бияктан кеткенде уже 15 күндөн ашты, 16 күн болду, ушунча болду. Ошондон бери бириси да келе. Мага буйруп коюптур, мен келдим, биринчилерден болдум. Жакшы буйрса. Жумушка жакын. Сервис күтпейбиз. Анткени мурун тамакка келиш үчүн, эртең мененки завтракка келиш үчүн эртең менен 6:30 чыгат элек да, автобуска чыгайбен деп, сервисти качырайбен деп 6:30 чыгат элек. Чыгат элем. Анан келип тамактанасың, 15-20 мүнөт тамактанасың, 15-20 мүнөт тамактанган кайра кеткенче кайра сервис күтөсүң, кете турчу. Ошентип 15-20 мүнөт тамактанган үчүн 2 саат, 2,5 саат убактың кетет эле да. Ошону айттым. Уйку жок, баргандагылар, жумуштан баргандар кечинде барып тамак жасашат, 2-3кө чейин сүйлөшүп отурушат, ушундай десем. Макул деп 5 күн деген, анан эртесинде күн кайра кутуруп койду буюрса.